в нашем городе родном. Вы нас научили читать и считать, и стали мы правду и ложь различать. Вы нам рассказали не просто стишок, что плохо на свете, а что хорошо. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем. Құрметті халқымдар мен мысалдар, біз сіздерді Айбала балабақшасы Үргентай Райымның қолымен көркілі көргенімізге қуаныштымыз. Шырақ бағыты біз мектепке барамыз. Астана уақыты бойынша сағат 11-де сапарға аттанады. Ұшу биіктігі 900 метр, орынтышындағы температура 26. Ladies and gentlemen, we are glad to see in Ayvala kindergarten's airline circuit our plane directed to school. We will leave at 19 o'clock, flight altitude 950. Outside temperature 66. Уважаемые дамы и господа, мы рады вас видеть в воздушной линии Сада Айбала, Иркутск. Наш самолет направляется в школу. Мы отправляемся в 11 часов.
Bizге сыйлап сыңғырлаған күлкіңді, сәбилерім жүректерден нұртыңды, бізден ұшып қанат қағып есейіп, өздеріңмен қоштасатын бүлдіршіндер мінекей күн туды. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ата-аналар, балабақша ұжымы. Біз бүгін бүлдіршіндерімізді балабақшамен қоштастырып, балабақшаны бітіріп, мектепке ұшып кетейін деп жатыр. Біздің бүгінгі ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Балабақшасының бүркіт тобына тап болдыңыз. Ал сіз қаншайым боласыз? Әрине, дұрыс таптыңыз. Мен қаншайым болам. Таныдыңдар ма, балалар? Мен тек сұлулықтың қаншайы емеспін. Сонымен қатар ақыл, білім, өнердің қаншайымымын. Бір сөзбен айтқанда, 8 қырлы бір сырлы қаншайыммын. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Сәлеметсіздер, балапандар. Айбала балабақшасы дейсіз бе? Әрине, бұл Айбала балабақшасы. Бүркіт тобы дейсіз бе? Әрине, бүркіт тобы. Сіз бізге құстарыңыздан қаншама хаттар жібердіңіз ғой. Балалар есіңізде ме? Әрине, қаншама бізге тапсырмалар беріп жібердіңіз. Сол тапсырманы біз күніге орындап жүрдік. Есіме түсті, Масир апай. Бұл бүркіт тобына мен жыл сайын өзімнің көмекші құстарымнан түрлі тапсырмалар жіберген болатынмын. Оның ішінде ән де, би де, ғылымға да байланысты тапсырмалар бар. Дұрыс айтасыз. Мен дәл мерекеге тап болғандықтан ән шашу мен мерекенің шымылдығына шайық па, балапандар? Олай болса, ән шашу әнімді қабыл алыңыздар. Бүркіт тобының ән шашуы қабыл алыңыздар. Бұны да түсірмейміз, я? Ондай ақаулықтар болады. Себебі екінің бірі қаншайым емес қой, я? Әрине, дұрыс айтасыз. Екінің бірінің қолынан сиқыр келмейді. Кәне. Ата-аналар қол соғай, кәне. Қол соғай. Кемен жүрген балапандар. Балаларымыз тек қана әнде де айтып қана қоймайды. Олар білімді. Неше түрлі өлеңдерді білесіңдер балалар, я? Кәне балапандар. Туған жерде ерікті, әңгіме үміт көрікті, көреміз деп өнеріп, ата-анамыз келіпті. Ойнайық, үйрейік, ән шашу қоштасып.
жарайсыңдар. Қаншайым, біздің балалар әнді қалай жақсы айта ма екен? Өте керемет екен. Байқап отырсам, қазір көпшілігі жазып алып дауыстарын ел-жұрт талдап жүр. Ал бұл балабақшаның балалары тірі дауыстан шырқап берді. Қалап, дуғыл шапалақ осындай балаларға. Біздің балаларымыз өте керемет. Бізден ұшып салмай қанат қағыңдар, жүрек берген арман отын жағыңдар, жақсы оқып алтын ұя мектепті, бұл өмірге бақытты болып жүріңдер демекші, біздің балаларымыздың ендігі сіздерге арнаған тақпақтар бар екен, қабыл алыңыздар. Жасмина. Бізден үрген бақшаны меңгер үшін жасадық, сондықтан да біз үшін артық жасадық. Ақжол деген батырымыз қайда екен? Ой-ой. Айым. Бала бақша үйіміз, сені жақсы көреміз, үлкен болып өскенде еске алып жүреміз. Балалар. Дарабек. Қаншай, ана балалар. Атқа дос күйінен әдетті бала боламын, ұлантып ата-анамды мектепке кетіп барамын. Өте Мәнсіп. Методисе занимайся, работай, старайся. Наши задачи все дружно Нұрали. Оқимыз, білім аламыз, болашақ жолын саламыз, бақша менен қостасып, біріншіге барамыз. Жарайсың, Нұрали. Өте тамаша. Нұрислам, Ерасыл деген екі батыр бірге шығады бізде. Бала бақша көшірді, әке заман болайынды, әке мен анамды енді етіп кемейміз. Нағыз достар, бір-бірінен ешқашанда ажыраспайды, иә? Мектепке де осылай барамыз деп қояды өздері. Біздің балалар қалай жақсы тақпақтарын көрдіңіз ғой, иә? Қаншайым. Өте керемет, өнерлері өрге өссін балапандар. Бүгін мереке болғандықтан түрлі ертегілер кейіпкерлері келеді ғой, иә? Иә, дұрыс айтасыз, бізде қазір ертегілер кейіпкерлері келеді. Қарайшы балалар, бізге кімдер келе жатыр екен? Кәне бәріміз қарайшы. Кәне бәріміз қарай, қандай ертегі кейіпкерлері бізге келе жатыр екен? Қандай ертегі кейіпкерлері? Кімге білесіңдер? Кәне? Кәне кіреміз. Қайда кейіпкерлеріміз? Келмей жатыр, орманнан келе жатыр ау, иә шамасы. Қазір мен байқап келейін. Қалеміз балалар шақырайықшы. Жіберші қолымда ұрттың ғой. Бармай мен сабаққа. Жүр сабаққа барамыз. Бармай мен сабаққа. Мен сабақ оқығым келмейді, мен ойын ойнағым келеді. Балабақшамызда міндет енді мектепке барамыз. Ой, мен мектепке барғым келмейді, мен ойын ойнағым келеді. Әттең Қалқыбек қоян атаңды сен. Ата-ана әйелім маған бәрібір, мен сенімен дос болғым келмейді. Сен оқи бересің, ал мен ойнағым келеді. Кіммен ойнағың келеді? Мен сенімен дос емеспін. Менің Жалқаубек деген досым бар. Кім? Жалқаубек деген досым бар. Ол қайда екен өзі? Жалқаубек. Сен өзің сабақ оқи бересің, мен сенімен дос болмаймын, мен ойын ойнағым келеді. Жалқаубек деген досы бар ма екен? Бұл қояннан? Я мен қасқырмен дос болмаймын. Ол сабақ оқи береді. Ал мен ойнағым келеді. Ол ойнамайды менімен. Бірге сабаққа барамыз, сабақ оқимыз. Сабақ оқасыз достарың көп болады. Мен
Мен Жалқаубек досыммен ойнағым келеді. Қасқырмен ойнағым келмейді. Аты Жалқаубек болғандықтан жалқауланып кешіріп жатқан шығар ойынға да. Қайда Жалқаубек? Қайда Жалқаубек? Қайда Жалқаубек? Қайда Жалқаубек? Қоян досым, қайда Жалқаубек? Қайда Жалқаубек? Қайда? Жалқау ма? Иә, жалқау. Жалқаубек, сен жалқау болма. Жалқаулық жақсылыққа апармайды. Көрдіңдер ме қоян? Көрдің бе жалқаулық? Сенің де досың сенен қашып кетті. Сенің де досың қашып кетті сенің. Иә, ханшайым кешіріңіз. Біз енді жалқау болмаймыз. Біз мектепке барамыз. Сөз бересіңдер ме, а? Иә. Әкел онда бесті. Кәне, Жалқаубек. Ой, кешіре ғой. Ал, сенің шаман жетпеген қасқыр. Менің шамам жетті. Қоян мен Жалқаубекке. Кәне, дұғыл шапалақ, тұрайықшы. Кәне, дұғыл шапалақта. Ал балалар Жалқаубек би ұнады сендерге? Иә! Енді жалқау болуға болмайды екен, иә? Біз енді мектепке барамыз, тек сабақ оқимыз, би билейміз, ән айтамыз. Ал енді біздің балаларымыздың тағы да жыр шумақтары бар. Сіз оны тыңдап көріңіз. Кәне, дауыстары анығырақ шығу үшін
Біз микрофонды қолға алайық, иә? Тамирис. Кәне, Тамирис, шыға ғой жаным. Здесь встречать друзей, уют, хорошо, им было. Тут всем покой, наш, что земли, мы нелегкий труд снесли. Ой, жарайсың. Аяна. Аяна келе ғой. Ой, жарайсың. Тағы кімнің шумақтары бар? Нұртілеу. Нұртілеу. Воспитатели свой, мы спасибо говорим за терпение и заботу, от души благодарим. Дилназ. Қане, Дилназ деген Дилназ деген қызғалдағымыз қайда біздің? Қаншайым. Ау. Дилназ деген сұлу қызымыз тақпақ айтады. Қане, Дилназ қайда? Ғой. Кәне, Дилназ ботам шыға ғой. Көне. Қандай керемет. Кәне, қол баштайықшы. Келе ғой, Дилназ. Қаншаймен бірге айтамыз, келе ғой. Бүгін сәл көңілге Арайлым деген сұлу қызымыз бар, иә? Арайлым кел айта ғой. Арайлым, кәне келе ғой. Кәне, өнерімізді осындай да көрсетпегенде. Қайда көрсетеміз? Кәне, Арайлым. Кәне, бастаймыз. Алты жасқа жеттік, ау? Не істемейсің, иә? Ондай болып тұрады. Кәне, Арайға бір қол шапалақтап қояйық. Болды ма, Масир апай, осымен? Иә, осымен енді біздің ағылшынша әніміз бар. Біз ағылшынша хорда айта аламыз. Біз ағылшыншаны да, орысшаны да, қазақшаны да жеттік меңгерген бүлдіршіндеріміз. Жарайсыздар, кәне ағылшын әні дейді. Happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, turn around. If you're happy and you know, turn around. If you're happy and you know, and you really want to show it. If you're happy and you know, turn around. If you're happy and you know, stomp your feet. If you're happy and you know, stomp your feet. If you're happy and you know, then you really want to show it. If you're happy and you know, stomp your feet. Жарайсыңдар. Масир апай, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, бұл балалар балабақшаның қабырғасында үш тұғырлы тілді меңгеріп шыққанының бұл айқын дәлелі. Солай ғой, ата-аналар? Солай ма? Жарайсыңдар. Енді біздің балаларымыздың тағы да жұмшымақтары бар ғой балалар, иә? Біздің балалар білімді де, өнерлі. Азамат. Тақпақты айта ғой. Участағы жинаймыз, білікті кесімаймыз, білім берген апайларды қимаймыз. Азамат әділет. Азамат әділет.
сабағыңды айта ғой. Үлкендерге тақтажақ, жазамыз момын тақтаға, үлгілі бала боламыз, жүретіндей мақтанам. Ал енді құрметті ата-аналар, біздің балаларымыздың жаңа заманауи жұптық биін қабыл алыңыздар. Масир апай, балаларыңыз бірінен бір асқан өнерлі екен, я? Көтеріңкі болмайды қалай көңіл күй. Балаларда дайын екен ән мен күй. Біз билейміз ханшайым деп қоймайды балапандар. Заманауи жұптық би. Дувол шапалақтаймыз. Кәне. Балапандарымыз дайындалып алсын, я? Что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Ходят девушки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты. И одну из них увидев, про себя подумал ты. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Всем вокруг давно известно, ты не трус и не герой. Но девчонкам, если честно, не соскучиться с тобой. И отбросив все сомнения, и шагнул к ней и сказал: я такой, как бы не видел, но всегда о вас мечтал. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девушки, как звезды, звезды, как она. Девушки, как звезды. По сиреневым бульварам, по воскресным площадям ты идешь с такой девчонкой, что не верится глазам. И на всех друзей вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? Дотянуться до звезды, до звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты
қырлы, бір сырлы, білімді, өлеңді де айтады, күйді де билейді. Ал енді біздің балалар ойынды да жақсы ойнайды. Біздің балалар сізбен ойын ойнағысы келеді қаншайым? Менмен ба? Әрине, сізбен бір ойын ойнағысы келеді қаншайым. Қалай қарайсыз оған? Балалар, ойын ойнаймыз ба? Ойынның аты балалар. Бірінші ойынның шартын тыңдап алмасақ, біз ойын ойнай алмаймыз. Ойынның бірінші мақсаты, ойынның жалпы аты кім жылдам деп аталады, иә? Кім жылдам? Біз мектепке дайынбыз ба, жоқ па? Өзіміз өз оқу құралдарымызды дайындап ала аламыз ба? Соны кім бірінші болады екен, қазір көреміз. Солай ма? Олай болса, Масир апай, бұл сахнаны мектеп секілді қылдырып, қазір апайлар тез дайындап жіберсін. Солай? Әрине. Кәне, мектепте не болады алдымен сабақ оқу үшін бізге не керек? Қайда отырамыз? Партада отырамыз, иә біз мектепте? Дұрыс, мектепте партада отырамыз. Партада? Бұл ойынды, Масир апай, бұл ойынды бізге қонақ болып келген кейіпкерлер Қасқыр мен кім? Қасқыр мен түлкі де қатыспақшы, иә? Қоян. Балалар, ойынның шартын мен түсіндіре кетейін, иә? Ойынның шарты мынадай. Мына сумкадағы, сөмкедегі оқу құралдарды, яғни қазір біз мына жерге жазып қоямыз. Кім бірінші тезеден жылдам жинайды екен. Бұл ойынның аты кім жылдам деген ойын. Қаламдарды жеке, дәптерді жеке, кітапты жеке, әрқайсысын өз орнына салу керек. Түсіндік па, балалар? Мына не? Бұл, яғни бұған не саламыз? Қарындаш, қалам саламыз, иә? Осыған әрқайсысын өз орнына салып, жинастыруымыз керек. Қазір бір қыз, бір ұл шықсын. Маған бір қыз, бір ұл керек. Қазір жарайды екен. Бір қыз, бір ұл. Қазір басталды деген кезде әрқайсысын өз орнына салып, сумкаға салып, арқасына алып, мен мектепке барамын деп айтасыз. Келістік па? Келістік. Қане, барыңыз бірге санайық. 1, 1,
Нұрғали мен Аян ашықсың. Аяна, кел. Нұрғали ойын шарттысы ме? Саналды білеміз ба біз балалар? Білеміз ба саналды? Қазір онда санаймыз. 1, 2, 3. Нұрғали бірінші бітті. Нұрғали мектепке барып Шынымен де ақылды, білімді, иә? Қыздарымыз да сондай ақылды, білімді. Екі бірлен қана ойнап па? Ал ата-аналармен ойнасақ Шынымен барыз, мәншік қалай. Айсыра апай, осы ойынды ата-аналармен кейін бір рет ойнайық. Аха, қазір кейін ата-аналармен бірлен ойнайық. Барлығы мектепке асығуда ойым, иә? Мектеп табалдырығын ақтауға. Ағылшынша санаймыз ба? Қазір ағылшынша 3-ке дейін санаймыз. Келді? 1, 2, Ақжол отырам, сен үлкен шығыпсың ғой. Деген солай бола ма екен? Ал бұл кітапты столдың үстіне қоймай, кітапты Кәне шығарып балалар, жер алайсыз ба? Мамаларыңыз кітапты қойыңыздар балалар? Онда әдемі болып отырамыз, иә? Біздің аналарымыз әдемі болып қуанады ғой. нағыз анасын еркелері, иә, мына дәптерлерді шашып тастаған. Онда еркелер бар. Жасырмаймыз ба, болады онда еркелер. Сол еркелерді аналар қалай дайындайды екен сабаққа? Бірігіп дайындайды, солай ғой. Ал, санаймыз. 1, 2, қоям. Біз барлығымыз дос болғандықтан бізде кім жеңді деп айтпаймыз, иә? Достық жеңді бізде, солай ма балалар? Біздің достығымыз бәрінен де мықты. Ал енді біздің балаларымыздың тағы да шумақтары бар екен. Айша орташа ғой. Қош балалар бақшасы, ертең етпес есімі. Қош балалар бақшасы, алғы шашқан есімі. Жарайсың. Өте жақсы. Асылмұрат. Асылмұрат айта ғой. Біз сабақты бастаймыз, қайта олды бастаймыз, есептерді қашпаймыз, оқуды енді бастаймыз. Жарайсың. Аяулым.
ғой, кел. Аяулымның досы бар екен, бірге айтам дейді. Бірге айтамын. Бұл қуаныш себебім жай қарап қалдым. Ертеңді туған осал қуаныштым. Жарайсың. Наталья қайда ғой сіздер? Ал енді азамат кел айта ғой тақпағыңды. Жарайды айта берім. Азамат кел жарайды айта ғой қайтадан. Ойыншықтарды жинаймыз. Ойыншықтарды жинаймыз, бөбектерге шығаймыз, білім берген апайларды қимаймыз. Что вы расскажи? Смели, жақсылап билмейді. Знаем, все, знаем, мились и хороший учились. Өте жақсы балалар. Ал енді құрметті ата-аналар, біздің балаларымыз ағылшынша шағын айтып қоймайды, орысша да хор айтады. Қане қабыл алыңыздар. Орысша дейді. Орыс тілінде жетіп меңгерген, я? Әрине орыс тілінде біздің балалар өте жеткілікті меңгерген. По-прежнему ждет, морально прощай.
орысшаны қалай айтады көрдіңіз ба қаншайым? Көрдім, Орысшаға өте жеттік. Ағылшыншадан де шырқады, қазақшадан де шырқады. Қаншайым, енді біздің балабақшаның ай бала би ансамблі бар. Ай бала би ансамблі дейсіз бе? Қане балапандар, мен шынымен де естігемін. Ай бала балабақшасында тұмар би ансамблінің қызмет ететінін. Соның ішінде ай бала ансамблі талай додаларда топты жарып, лауреат жеңімпаздар атанған деп естігем. Сол балаларды ма айтып тұрғаныңыз? Әрине, мен сол балаларды айтып тұрмын. Бізде Райгүл Қалымжанқызының ай бала би ансамблі. Ай бала би ансамблін қабыл алыңыздар. Кәне дуғыл шапалақ. Қошемет ата-аналар. Балапандарыңызды қолдап отырыңыздар. Кәне қатырақ шапалақтай амаймыз. Ертең осы балапандарыңыз талай додаларда топты жарып. Сіздерді беттерден көріндіре береді. Солай ғой? Кәне. Орындарыңызды тауып ала қойыңыз. Ханзадасы да бар екен ортасында. Не деген керемет. Не деген айтпа. Ал ата-аналар, Что за дети нынче права? Никакой-то не управы. Мы свое здоровье тратим, но на это наплевать им. Такая-сякая, смешала из конца. Такая-сякая, расставила отца. Нынче детям много надо, им бы танцы для упада. И мы пусть до света, а на нас все нету. Такая-сякая, сбежала из танца. Такая-сякая, расставила отца. Дети наши на красоте дали не образование, стали дети непослушные, но без них ужасно скучно. Такая-сякая, сбежала из танца. Такая-сякая, расставила отца. Керемет, олай додалардың жүлдегерлеріне бір бала шапалақ соғайыншы қане құрметті ата-аналар. Жарайсыңдар балапандар. құрметті ата-аналар, біздің балаларымыз қарап тұрсаңыздар, қаншама би билеп жатыр, иә? Алдарыңызда 3 түрлі би биледі. Бұның бәрін балалардың жаттауы үлкен жұмыс, үлкен еңбек. Қаншама ән айтып жатыр. Орысшада, ағылшыншада, қазақшада ән айтып жатыр. Қане балаларыңызға шын жүрекпен бір ду-қол шапалақ соғып қойыңыздаршы. Басир апай, мен осы жеріне кешке тап болғандықтан, мен жай кетпеймін. Менің кеткім де келмейді бұл балабақшадан. Мен мына балалардың керемет ата-аналарымен бір ойын ойнағым келеді, рұқсат па? Әрине рұқсат. Біздің ата-аналарымызда әдемі, мамаларымызда сұлу болып кетті бүгін. Күнде осылай әдемі сұлу мамалар. Ал қаншайым мен ойын ойнауға дайынбыз ба қане? Кім шығады? Кім шығады? Кәне, кімнің мамасы, кімнің? Кәне өз еркіңізбен. Кәне, шыға қойыңыз, кәне сізді шығарамын. Шебер болып тұра қалыңыз орындықты айнала. Кім шығады? Кәне, Дарабектің мамасы. Кәне аға, ұлыңыз үшін Жампида шығамыз. Нұрисламның әкесі. Тағы кім? Шығамыз. Жүріңіз апай.
Тақым, мына жерде неше орындық? 5 орындық. Біз тағы бір атана керек. Кәне, кім шығады? Жүріңіз. Кәне. Кәне. Ал, құрметті ата-аналар, мына орындықта айнала тұра қалыңыздар. Қазір көтеріңкі биді қоямыз музыканы. Сіздер билейсіздер. Музыка тоқтағанда орындыққа отыра қалу керек. Кім отыра алмай, тапсырма беремін. Солай ғой. Бастаймыз ба? Билейміз, кәне. Қолдап отырайық, кәне. Бәрі отырып қалды, бір атаға шықпай қалды ғой. Мына жерде аңғармай қалды. Я? Біреу шыққанды өзінде біреу Біреуін алып тастайық, біреуін алып тастайық. Үшеуін алып тастайық. Енді ата-аналар шықпай қойды, біз сіздер шығады деп әдейі қойып қойып едік. Ал кеттік. Бастаймыз. Кәне, көтеріңкі. Қосылғаныз. Билейміз. Қойдылмаймыз, билейміз көңілдіне. Кімнің мамасы? Дарабек мамасы жайдан жай кетпейсіз. Сіз отырамағандықтан сіз қаншайымның бір шартын орындайсыз. Кәне, қандай өнеріңіз бар? Жыршы ма? Абай ата түрлі шаш үлгісін әрлеуді білем дейді. Олай болса, кімнің шашын әрлеп бересіз? Тегін. Мына жерде бірге қатысқан кімнің? Ал Ақжолдың мамасының шашын әрлеп бересіз, тегін? Сөз бересіз ба? Кәне естейік. Ал Ақжолдың мамасы барасыз ғой, иә? Сөз салонына. Қол соғайық, кәне. Қосылайық жамаға. Ал тұрамыз. Билейміз. Ақжолдың мамасы кәне келе қойыңыз. Сіздің қандай өнеріңіз бар? Айыбыңызды? Өтемей қойыңыз ба айыбыңыз? Кәне? Мына жерде Ақжолдың мамасы айтып отыр. Оң қолынан өнер тамған сіңер тігіншімін дейді. Осы Байбала балабақшасының костюмдерін тігуді өз мойныма аламын дейді. Келісесіз ба? Анығы айтыңыз. Шешіңіз. Мына жерде анықтап алайық. Кімнің папасы? Нұрислам мен Аяулымның мамасының арасында жекпе-жек. Кеттік. Нұрисламның папасы, иә? Қыздың жолы жіңішке деп сыйлап атыр ғой, иә? Және сіздің не өнеріңіз бар? Балапандарға бір қысқа тілек айтып жібересіз ба? Мен тәрбиелеп жатқанмен шәкірттеріңіз биіктерден көріне білсін. Рахмет осындай заттар ұйымдастырып жатқандарыңыз үшін. Рахмет сізге. Орныңызға бара қойыңыз. Ал бізде жеңімпаз кімнің мамасы болды сонымен? Аяулымның мамасы. Аяулымның мамасына ду-қол шапалақ. Қараңызшы, сізге көп-көп рахмет. Сізге арнайы сыйлық бар. Қазір бермейміз. Себебі ренжиді, иә, көрсетпейміз. Ол өте керемет сыйлық. Бәрі әйтпесе қызғанады. Қазір шыққаннан кейін арнайы тапсырамыз. Орныңызға бара қойыңыз.
әкесіне шеше көрген бұл бішер әке көрген оқ жанар деген осы шығар, иә? Қалай керемет биледі? Балаларымыз да дәл осылай керемет биледі. Өнерлері өрге өссін. Міне, біздің ертеңгілігіміз де өз мәресіне жетуге таяу қалды. Олай болса балапандарымыздың балесын ду-қол шапалақпен қарсы алайық. Горит огнями светлый зал, но грустно нам сейчас. Последний праздник наш настал, и мы поем для вас. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Мы столько лет прожили тут, резвились от души, но вот часы не спеши. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Спасибо всем, кто нас любил и научил дружить, кто терпеливо нас учил читать, писать, лепить. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Кто нас здоровыми растил, заботился о нас. Кто на вторую мамой был. Дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Глаза друзей полны теплом, прощай наш добрый дом. Ой, керемет! Қане отырса отыра боламыз, жарайсыңдар балапандар, керемет! Қане тынышталамыз балапандар. Қане балалар, енді біздің ай балабақшасының әнұраны болған әнұранымызды шырқаймыз ба өзіміздің тобымыздың бір топ тобынан? Ал онда бәріміз орнымыздан тұрайық. Ән ай бала. Шыға берші биік аспанға.
бүркіт тобы апайымен өздері сөзін жазыпты деп естідім. Рас па? Әрине. Бұл отырған бүлдіршіндердің арасында болашақ ақын да бар екен ғой, я? Дұрыс айтасыз. Керемет, керемет. Ал енді, балақайлар, біз балалар, қоян мен қасқырға рахмет айтпаймыз ба? Қоян мен қасқырды шақырайықшы қане. Рахмет апай сіздерге. Мен енді мектепке баратын болам. Мен енді жалқау қоян болмаймын. Менің досым қасқыр болады. Екеуміз бірігіп, біз мектепке барамыз. Қоян, қасқыр, сендерге рахмет. Біздің мерекеге бастан аяқ қатысқандарыңа. Қане балалар, бәріміз бірге айтайықшы. Рахмет! Қоян, қасқыр! Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бірінші сыныпқа жастары жетпей қалған балаларды алып кетті ғой деймін, я, меніңше, мектепте. Иә, бірінші сыныпқа жастары жетпей, кішкентай болған қыздарды алып кетті. Ал біз не істейміз? Біз мектепке барамыз. Бізден ұшып қалмай қанат қағыңдар, жүректерге арман отын жағыңдар, жақсы оқып алтын ұя мектепте, бұл өмірде бүлдіршіндер бақытты боп жүріңдер. Ал енді біздің сөз кезегімізді осының бәрін дайындаған біздің балабақшаның меңгерушісі Шынар Қарақатқызына береміз. Шынар апайға жол болу шақалақ. Қанша уақытша сөйлесеңіз де, қандай жағдай қолдансаңыз да, бұл балабақша ертеңгі кейіпкерде осындай қала береді. Сондықтан да осы балапандарымыздың осындай ертеңгілігі әрқашанда, ертегідей болып өмірлері әрқашанда ашық болсын, жолдары ашық болсын. Мектепте озат болсын, мектепті бітіргеннен кейін үлкен азамат болып. Біздің айбаладан кеткен балаларды, бұларды біз мемлекетте үлкен саханалардан көретін болады. Себебі сенемін үлкен балалары әрқайсының өзінің өнері де бар, білімі де бар, мықты балалар. Білемін, себебі балаларымыз былай қарасаңыз өте қозғалысты балалар болса, бірақ дегенмен қозғалып отырса да білім саласында да, қандай да ән саласында, би саласында да бір үйреткен олар қағылады. Өте зерек, өте алғыр, өте білімді балалар. Ал балапандарым сендерге тек қана ағылшын тілін қолына тұрып айтса. Мектепке барғанда енді әрқашанда сынақтың өте жақсы оқыңдар балапандарым. Қаламдарым ұшты, қаламдарым күшті болсын. Биік дүниелерден көріңдер. Әрқашанда осындай білімден ақ жарқын болып, ата-аналарының үмітін ақтар. Біздің берген білімімізді, тәрбиемізді, жаңағы бойдарында сіңірген әрқандай алтын деген бізде үлкен үмітіміз бар. Бұл балапандарымызға көптеген қызметкерлер қызмет көрсетті. Біздің балапандарымыз осы біздің ашылғаннан бері келе жатқан 3 жыл болып жатыр. Біздің балабақшасында 3 жыл жатырмыз. Содан бері басынан бастап келе жатқан әлі осы соңында ол балалардың бәрі ортада алып кетеді. Қане балапандар, сендерге айтып жатырсың, даваймыз. Сендер өте жаңа өнерлеріңді біз бастан аяқ өзіміз тыңдадық, қарадық, өте күшті өнер көрсеттіңдер балалар. Сендерге көптен көп рахмет. Енді мен тағы айта кететін нәрсе, мына кісі қолына немене жаман ғана ұстамақ деп ойламаңыздар. Біздің балапандарымыздың осындай сауатты да үлгілі тәртіпті болып шыққанда бір баланың емес, бүкіл баланың атынан сіздерге айта кетейін. Осыдан ертеңгі болатыннан 3 күн бұрын Темірхан деген баламыз жатыр. Өзі әнші. Темірхан қайдасың ба? Осы қатты сен өзің жаздың ба? Кімге арнап жаздың? Мына қатты Темірхан өз қолымен маған жазды. Біреуін маған, біреуін Шынар Өздері капайнада кетті.
балаларымыздың жазуын көрсеңіздер ғой, маржандай бірінші класстың бітірген балаларының жазуындай осындай маржандай жазып әкеліпті. Рахмет Темірхан саған. Осы хатың өмір хатты мен мәтін сіздерге оқып келдім. Ибанат апай, мен сізді жақсы көремін. Мен де сендерді жақсы көріп, қай-қайсыларында жақсы көріп. Бұл балалар әрқайсысы мен үшін өзінің орнын басқаша. Ойламаңыздар, әрбір баланы Шынар апай біреуін жақсы көріп, біреуін жаман көріп. Бәрі бала бізге бірдей. Педагогикалық тұрғыда біз баланы педагог ретінде алдымызға алған әрбір тәрбиеленушіні біз бір келбет қараймыз, бір келбет бағалаймыз. Міне осындай ал сіздер ойланыңыздар, біздің балаларымыз осындай жазалданды. Осы жатқан балалардың әрқайсысы осылай жазады. Әрқайсысы. Рахмет тек осы апайларда көп рахмет етеміз. Жаңағы сізге хат жазған бала осы жерде өзімнің осы балабақшаның ұжымына арналған шумақтарымды орындап айтып берейін деп отыр. Онда Темірханды шақырамыз ба? Әрине шақырамыз. Осындай бала өсірген. Темірхан өте ақылды, өте дарынды бала. Біз бұл Темірханмен былтыр осы 6 айдың 10 күні Бурабайда халықаралық үлкен конкурстарда айбалап вокальный ансамбль болған былтыр бізде. Сол ансамбльде қатысып, бірінші орын алды. Біз бақшамен қоштасып, мектепке кетіп барамыз. Бізді бала Гамирге оқып білім үйреткен, ән салдырып береткен тәрбиеші апайлар бәрімізге мынауыз. Тәтті тағам пісірген айра сүтін беретін аспазшыға мынауыз. Аура қалса бір жерін сырымсыз шауып жүретін дәрігерге мынауыз. Әрқашан бізге жалықпай, жылы төсек салатын. Күтуші біздің тәтелі сіздерге де мынауыз. Рахмет балалардан, рахмет менің әріптестерім. Сіздердің арқаларыңызда осындай үлкен дәрежеге жеттік. Сіздерге көп рахмет. Сіздер балаларыңызды байқадыңыздар, қазақша, орысша, ағылшынша әріпте тақтақты да айтып жатыр. Ол міне біздің көрсеткен қызметкерлеріміз апайларымыздың арқасы. Басшысы жақсы таңдайды, қақылдатып сөйлер таңдайды. Осындай басшы тұрғанда Айбала балабақшасы тек биікке самғайды. Құрметті Шынар Қарақатқызы, сіз осы балабақшаның басшысыз ғой. Және Майсара апай, бұл балалардың өнерін көріп, мен бұл балабақшадан кеткім келмей қалды. Жазғы демалыста осы балалармен қалып, балалармен ойын ойнап, ән жаттап, би билесем бола ма? Рұқсат па? Жазғы демалысқа қалуға. Менен қаласыңдар ма жазғы демалысқа, балапандарым? Келістік, көп рахмет сіздерге. Сендер ақылды болғандықтан қалысайымыз сендермен қалмақшы. Қалай сендерге ұнайды ғой, иә? Бірден маған сөз бергендіктен жаңа өзіміздің басшымызды таныстырып мен сіздерге балабақша директоры бар. Ол кісіден сапардай жол жүріп кеткендіктен сіздердің алдарыңызға келе алмады. Кешірім өтінемін. Сіздерге үлкен алғысымды айтып жатырмын. Рахмет аталар сіздерге. Және де осы дипломды балапандарымызға өте жақсы оқығаны үшін, үлгілі болғаны үшін, тәртіпті болғаны үшін марапаттаймыз. Аяна. Ентебаева Меруерт дейді. Айболат қызы Айым. Айболат қызы Айым. Жұмаділдан Нұрәли. Тілеужан Айша.
бейбарыстай сұлтан бол жаным. Орынбек Нұрислам. Сәкен Арайлым. Біздің дара қызымыз, ерке қызымыз, сұлу қызымыз Арай. Дәукей Дарабек. Топты жарып дараланып жүр Дарабек. Серікбол ұлы Нұр тілеу. Таңданып жүретін біздің қан жігіт. Болашақ нағыз батыр. Даримхан аяулым, Болат қызы. Ақылына көркі сай аруымыз. Самалбек Жасмина. Шаханова Аяна. Құлатай Мәншік. Балабақшадағы апайларына хат жазып жүрген Абиев Темірхан Алиханұлы. Данияр Азамат. Салмақты жігітіміз. Данияр Әділет. Ағасына еріп, даярлық тобында тамамдап жатыр. Құрметті Әменқұлова Айгүл Тоқанқызы, 2017-2018 оқу жылында Айбала балабақшасы өміріне белсене қатысып, бала тәрбиесіне қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіреміз. Сізге зор денсаулық, жұмысыңызға шығармашылық табыс, отбасыңызға бақыт тілейміз. Балабақша директоры Дихан Бауыржан Маратұлы. Сіздің аты-жөніңіз айтылып жатыр. Мен сөзді вообще мәлімет көрген жоқпын. Бұл кісінің бәрі şey баласында ғой, иә? Бұл кісі декретке белгілі отырып, бұдан атын біздің өте белсенді ата-анамыз болған, сондықтан алғыс хат ойламаппын. Осындай алғыс хат Әбдіжаппарова Сандуғаш Жалғас қызына беріледі. Шынар Қараманқызы мықты деген жұмыскер апайларды қабылдаған секілді осы балабақшаға. Мен қаншайым болғандықтан, сиқыр елінен келгендіктен бұл балабақшада не болып жатыр, бәрін қарап отырамын, қадағалап. Керемет, бірінен бірі асқан нағыз мамандар иесі жұмыс істейді осында. Құрметті Райгүл Сіләмжанқызы, сізді дәл осындай құрметпен, алғыс хатпен марапаттаймыз. Дәл осындай алғыс хатпен Жоланова Меруерт Болатқызы, Меруерт апай. Өз телефон мұғалімі.
балапайларымыз орыс тілден және де сіздерге негізгі сауатты берген жасапаймыз. Дәл осындай алғыс хатпен Қаматай Эльмира. Ағылшын тілі апай. Ағылшын апайы. Дәл осындай құрметпен Қатын Масилла апай. Осы топта шығып жатқан бар еңбегін сарп еткен балалардан аямаған Мастер апайға бір ерекше алғыс. Дәл осындай алғыс хатпен Тілеуова Индира Жетпісбаевна марапатталады. Бұл апайға таңғалмаңыздар. Бұл кісі біздің Бағдат апай. Бұл кісінде жұмысы еңбегі өте зор. Қаншама балаларды ырғап өтелмей, әріппен қатыстырмай жатады. Бір айға жетпей, көп баланың өлеңін түзеп жүр. Рахмет сізге. Кәне туған шапалақ. Осындай сыйлы бола беріңіздер, құрметті ата-аналар. Ал енді біз сөз кезегін құрметті ата-аналарымызға берейік. Темірханның мамасы не айтасыз? Ата-аналар комитетіне кім шығады ортаға? Шүмзалидің мамасы, Кәне шығамыз. Меруерттің мамасы, қандай? Мына бүлдіршіндерге апайларға тілектеріңізді арнасаңыздар. Рахмет сізге. Кәдімгі жүрегім барлық еңбексіздікті негізі. Қане бала тыныштыңыз, тыңдаймыз мамаларымызды. Бірінші тұңғыш ұл болғасында кәдімгі болып тұр. Ата-аналар сіздерге де рахмет. Біздің ата-аналар үнемі қолына келгенде белсене жұмыс істеп кетеді. Шын келеді, мен бір нәрсе айтпайды, осы кісілердің еңбегі жайлы. Менің ұлымды, Нұралиді, денсаулығына байланысты мен әкелген жоқ, бұл садикке 5 жас, 6 жасқа дейін жүрсін. Бұл садикке келгенде былтыр үйінде менің балам қағаз өтпеген. Даже түс айыра алмайтын жөнбіз. Дәрігерлер несіне байланысты біз айтып. Қазір Құдайға шүкір бір жылда бала уже ойша есеп шығарады, оқиды, әрпін бәрін таниды, саусақты пайдаланбай, математиканы кәдімгі шығарады. Яғни бұл осы апайлардың жемісі еңбегінің көрісі деген сөз. Рахмет сіздерге, сіздердің еңбектеріңіз ешнәрсе жетпейді бағалауға. Рахмет. Меруерт апайға өте күшті. Меруерт апаймен бір сөйлескенде ол кісінің қабілеті несін бәрін меңгеріп, көзімді ашып қуандым. Менің балаларым осындай апайда тәрбиеленіп қалған. Шынар апайдың қабілеті өте зор. Бүткіл әлеуметтік тастады. Ешкімге қабақ шықпайды осы күн. Қуаныштың Мастер апай сізге рахмет сізге мұғалім апай. Біздің балалары өте ерке, өте позитивный, креативный балалар. Осылардың бәрін игеріп жүрген рахмет. Біздің ата-аналардың атынан сізге рахмет айтамыз. Және де сыйлықтарыңызды қабыл алыңыздар. Сонымен қатар соңынан танысып жатырмыз Мақпал апаймен. Дауысыңыз өте тамаша екен. Бүткіл ситуацияны әдемі шығып кеткенсіз. Молодец. Жемісін көре беріңіз. Табыс тілейміз, еңбегіңіз бағалы берсін. Осындай дәрежелі сіздер не бар? Қабыл алыңыздар. Рахмет сіздерге. Негізінде барлық ата-аналар екеуміз ғана шыққаннан кейін барлық ата-аналардың сөздерінің ішінде тұрған сөздерін жеткізгім келеді. Ең әрине бәріміз де балаларымыз бар. Үйде осындай бүлдіршіндеріміз, қызықтарымыз. Үйде біз 2 күн ұстап тұра алмаймыз. Шынымен. 2 күн біз уже ренжісеміз. Суббота күні біз кешке қарай уже ренжісеміз. Воскресенье уже все, сөйлеспейміз. Бірақ осынша аптаның 2 күнінде қалған 4 күні, 6 күні, 5 күні ма қанша сіздердің үйде, садикте. Сіздердің осыншалықты шыдамдықтарыңыздың көптігі, тәрбиелікке жаңағы тұнық
өздеріңізді соған балаларды баулып, өсіріп, осыларды әнге де, биге де, ағылшынға да барлық жағынан жеткізіп жатқан сіздерге мол рахмет. Шынар апай, Райгүл апай, Меруерт апай, Масира апай, бүкіл апайға рахмет айттым, Гүлжан апайға да. Сіздердің барлықтарыңызға, ата-аналарымызға да рахмет. Осындай, міне бітіріп жатырмыз уже. Қанша, біз өзіміз 2 жылдан астам келе жатырмыз сендіктің. Рахметім көп. Меруерт апай, сізге шынымен де, шын жүректен мен сізді былай жақсы танымасам да, келуге уақытым болмай қалды соңғы кездерде. Баламыз 2-3 айдың ішінде жинақталды. Дым, енді шын айтайық күтілмейтін еді. Ол рас. Сіздерге рахмет. Би жағынан Райгүл апай сізге рахмет. Өздері жыбырлақ балдар биге жақын ғой сіздерге. Соларды тиянақтандырып, сіз биге үйретіп, баулып жатсыздар, тәрбиелеп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Көптен көп. Алланың нұры жаусын. Әрқашанда сіздерге осы қуаныш бола берсін. Ал енді сыйлығымызды табыстауға ата-аналар комитеті кеңізінде даусын десек. Ақай бейбарсыз, мамасы келіңіз. Барымыз осы кезде сөйлегенде қашан сөйлейміз? Мүмкін мектепке барамыз деп. Шексіз қалаға бастапты. Шексіз менің көзім жетті. Себебі басында менің бейбарсында осы ақпарат сияқты ешнәрсе білмейтін, сансыз білмейтін, ешнәрсе білмейтін. Мен ертеңгі барды бірден сіздерге осыларды көріп рахмет. Алланың құлы болсын. Енді Söyleyeyim yok var bana. Ağzına Тыныштабамыз. Берекеміз осы мен өз мәресіне жетіп қалды. Тыныштабамыз. Қане отырамыз.
Құрметті ата-аналар, барлықтарыңызға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Өзім де толқып, көзіме жас алып кәдімгідей балғанда да бір жағы тентек, бір жағы ақылды, өзім де қимай тұрмын. Олар қалай кетеді, мен де солай кетейін деп тұрмын ғой. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Және ертеңгілігіміз басталмас бұрын біз самолеттің дыбысын естіген болатынбыз, я хабарландыру. 1 сағатта самолетіміз ұшады деді, я? Сол самолетіміз уақыты болып қалды екен. Біз самолет сияқты аспанда биік қалқып ұшып кетсіңдер. Мектепке қарай. Құрметті ханым Рахмет мырзалар, Айбала балабақшасы бүркітәуе лайнері ұшуға дайын. Біз сіздерге сапарларыңызға сәттілік, ақ жол тілейміз. Внимание, уважаемые дамы и господа, авиакомпания Айбала Бүркіт готова к полету. Ladies and gentlemen, Айбала Бүркіт is ready to fly. Good flight. Ұшақ пен мектепке аттанды, я? Ұшақта қараңдар, бұлар себебін әрқайсыларының суретін салып қойды. Сәт сапар Сәт сапар тілейміз сендерге. Болашақ азаматы мен азаматшалары сендерсіңдер. Тек қана жақсы оқыңдар. Оқуда озат боламын.